Саламатсыздар, қадірлі тыңдарман. Бұл Media Life подкасты. Бүгін біз аудан экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз етіп отырған маңызды сала мемлекеттік кірістер жүйесі туралы сөз қозғайтын боламыз. Айқындық пен сенім осы саланың басты қағидаты. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Байзақ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Қуаныш Расылханұлы Тұрсынов. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі сұхбатымызды алғашқы сұрақпен бастасақ, жалпы Байзақ ауданы ауыл шаруашылығы мен шағын кәсіп дамып келе жатқан өңір. Осы орайда кірістер басқармасы аудан экономикасының тұрақтылығына қалай үлес қосып отыр? Жалпы ауданның қазіргі экономикалық ахуалына қандай баға берер едіңіз? Саламатсыз құрметті көрермен, Байзақ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Аудан бойынша ауыл шаруашылығы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін салықтарды уақытылы жиналып, экономикалық тұрғылықты оң ықпал етуде. Аудан бойынша 10 айдың қорытындысымен жеке кәсіпкерлердің саны 9663 салық төлеуші тіркелген, шаруа қожалықтарының саны 2940 шаруа қожалығы Байзақ ауданында тіркелген. Соған байланысты жыл басынан шағын кәсіпкерліктерін 782-де 1 миллион теңге бюджетке өндірілді. Былтырғы жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 150-де 3% құрап отыр. 261-де 8 миллион теңге артық түсім түсіп отыр. Шаруа қожалықтардан есептік кезеңде 2025 жылдың 9 айында 47-де 4 миллион теңге бюджетке өндірілді. Былтырғы жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 105-де 4% құрап отыр. Яғни былтырғы жылы 11-де 6 миллион теңге артық түсім түсіріп отырмыз. Сонымен қатар кәсіпкерлік салықтық кеңестер беріліп, мемлекеттік қолдау тетіктері түсіндірілуде, және де қазіргі таңда аудан экономикасын дамыту жолында ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі артып, шағын кәсіпкерлік белсенді дамып келе жатыр. Жалпы соңғы жылдары салық жүйесі барынша ыңғайлы, қолайлы форматқа ауысты. Осы тұрғыда Байзақ ауданында қандай өзгешеліктер, жаңашылықтар орын алып жатыр? Осы туралы айтып өтсеңіз. Енді қазір Байзақ ауданында салық жүйесін оңтайландыру бағытында бірқатар жаңашылдықтар енгізілуде. Атап айтатын болсақ, біз электронды түрде салық төлеу, мемлекеттік қызметтерді онлайн алу мүмкіндіктері бар. Салық төлеушілердің мемлекеттік кірістер комитеті жаңа салық әкімшілендіру интеграцияланған жүйесін енгізді. Бұл жүйе арқылы кірістер басқармасы көрсетілетін барлық мемлекеттік қызметтерін атаған жүйеде электронды түрде жүргізіледі. Сонымен қатар салық төлеушілерге арналған ашық есік күндері ай сайын мемлекеттік кірістер басқармасында өткізіледі. Одан кейін мобильді қосымшалар арқылы хабарландыру жүйелері жүргізіледі. Біздің жаңағы Instagram, Facebook парақшамызда салық кодексіне енгізілген өзгерістерге, толықтырулар бойынша біз хабарландыру жасап отырамыз. Сол жаңашылдықтарды салық төлеу процесін жеңілдету, азаматтардың уақытылы мен шығын үнемдеу, ол бойынша да салық төлеушілерге көмек көрсетіледі. Жалпы салық төлеу мәдениетін қалыптастыру қоғамның даму деңгейін көрсетеді ғой. Осы бағытта тұрғындармен түсіндіру жұмыстары, қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Осы тұрғыда айтып өтсеңіз. Тұрғындармен түсіндіру жұмыстары қазір барлықтарыңызға мәлім 2026 жылы жаңа салық кодексі енгізілген болатын, 18 мамыр 25 жылы. Соған байланысты түсіндіру жұмыстары барлық облыс деңгейінде, республика деңгейінде жүргізіліп келе жатыр. Соған өткен айда Байзақ ауданы бойынша ауданында мемлекеттік кірістер басқармасы тарапынан, мемлекеттік кірістер департаментінің тарапынан үлкен семинар өткізілген болатын. Осы жақын арада біз келесі аптаның 14-іне қарай осы жаңа салық кодексін түсіндіру бойынша семинар өткіземіз. Мемлекеттік кірістер басқармасында
соған салық төлеушілер жаңағы жеке кәсіпкерлер келіп қатысуға мүмкіндіктері бар. Ол семинардан бөлек күнделікті біздің қызметкерлер түсіндіру жұмыстарын жүргізу отырады. Одан кейін салық кодексіне енгізілген өзгерістер бойынша біз мына бақ өкілдерімен және әлеуметтік желі арқылы түсіндіру жұмыстарын жариялау арқылы біз салық төлеушінің назарына жеткізуге тырысамыз. Рахмет, түсінікті. Жалпы мемлекеттік қызметтің басты қағидасы осы ашықтық пен әділдік. Сіздердің басқармаларыңызда осы қызметте қалай жүзеге асырылып жатыр? Енді мемлекеттік кірістер басқармасы өз қызметінде ашықтық пен әділдікті қағидаларын басты назарға ұстайды. Себебі біздің жаңағы міндетіміз салық төлеушіге дұрыс насихат, салық заңдылығын насихаттау, дұрыс түсіндіру, дұрыс төленуін, дұрыс жаңағы салықты есептілігін барлығын түсіндіру бойынша бізде күнделікті ол біздің тікелей жұмысымыз деп білеміз. Сондықтан біз ашық есік күндерін, семинарлар, дөңгелек үстелдер және салық төлеушілермен кері байланыс жүргізу арқылы оны әлеуметтік желі арқылы, әлеуметтік желілерде Instagram, Facebook парақшаларында бізде салық төлеушілермен тікелей эфирде сұхбаттар жүргізіледі. Әр бөлім басшысы, әр қызметкер өзіне қатысты, өзіне тиесілі салық түрлері бойынша әлеуметтік желіде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. Қазіргі таңда цифрландыруға барлық мекеме, барлық сала онлайнға көшіп жатыр. Сіздердің салық саласында қандай цифрлық жүйелер қолданылып жатыр және онлайн қызметтің тиімділігі қандай деңгейде? Біздің цифрландыруға салық жүйесі бұрыннан көшкен. Өйткені бізде мынау салық төлеудің цифрландырудың аясында салық саласында бізде салық азамат деген әлеуметтік желі арқылы, одан егов порталы арқылы және салық бизнес электронды жүйелер белсенді түрде жұмыс жасайды. Салық азамат ол азаматтарға арналған, салық бизнес ол жеке кәсіпкерлерге, кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған бағдарлама, электронды жүйе. Сол арқылы салық төлеуші өзінің салық төлеу, салық декларациясын тапсыру, одан кейін бізде салық есептілігін тапсыру, төлем жасау, қарыздарды тексеру, сондай функциялар қолжетімді. Өйткені біз қазір мынау екінші деңгейлі банктер арқылы, мысалы Каспий, Халық банк, басқа да біз мынау салықтық декларацияны, мынау мемлекеттік қызметкерлер болсын, квазигоссектордың немесе жеке заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары 250-270 формадағы декларацияны тапсыру қазір онлайн түрде жүргізу өте қолжетімді. Өйткені салық азамат арқылы немесе екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы оны тапсыруға мүмкіндіктер бар. Сол себепті қазіргі таңда цифрландыру бағдарламасы Қазақстанда өте қатты дамыған. Сондықтан біз салық жүйесі бұл бағытта өзінің барлық салық төлеушілерге ыңғайлы, қолайлы болу үшін осындай цифрлық неге өтуіміз. Келесі сұрақ осы Байзақ ауданында биылғы жылға кірістердің орындалу барысы қалай? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Байзақ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы тарапынан жалпы мемлекеттік бюджет бойынша бекітілген болжам сомасы бар. Ол бізде 5 миллиард 885 миллион теңгені құрайды. 9 айдың қорытындысымен біз бұл түсімді 6 миллиард 649,2 миллион теңгеге түсім жасадық. Бұл орындаудың 113%-ын құрап отыр. Яғни 764,2 миллион теңге ол артығымен
былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, онда біз 1 миллиард 18,5 миллион теңгеге артық түсім түсіріп отырмыз. Өсу қарқыны 118,1% құрап отыр. Бұл жалпы мемлекеттік бюджет бойынша, егерде біз республикалық бюджетке тоқталатын болсақ, республикалық бюджеттің бекітілген болжам сомасы бізде 819,7 миллион теңге. Яғни 9 айдың қорытындысымен біз 1 миллиард 46,4 миллион теңге 4 миллион теңге орындап отыр. Яғни орындалуы 127,7% құрап отыр. Ол былтыр жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 134%-ды құрап отыр. Яғни бұл жерге жергілікті бюджетке келетін болсақ, жергілікті бюджетке бізге аудандық бюджет пен облыстық бюджет жатады. Бізде облыстық бюджеттің бекітілген болжам сомасы 1 миллиард 824 миллион теңге болса, 9 айдың қорытындысымен бюджетке түскені 1 миллиард 937,9 миллион теңгені құрап отыр. Яғни 106,2%-ды құрайды. Былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, бұл 112,2%-ға өсу қарқыны байқалады. Аудандық бюджетке келетін болсақ, аудандық бюджеттің бекітілген болжам сомасы 2 миллиард 506 миллион теңге. Яғни 9 айдың қорытындысымен біз бұл межені 2 миллиард 626,5 миллион теңгені құрап отыр, орындап отырмыз. Яғни өсу қарқыны бұл жерде 126 миллион теңгені артығымен орындап отырмыз, 105%-ды құрап отыр. Яғни былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, бұл өсу қарқыны 107,9%-ды құрап отыр. Яғни бізге берілген болжам сомасын аудандық Байзақ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы тарапы 100%-дан асыра орындап, бюджетімізді толықтыруға бар күш-жігерімізді салып отырмыз. Рахмет, түсінікті. Қуаныш Расылханұлы, енді ресми сұрақтардан алыстап, еркін форматтағы сұрақтарға көшсек, рұқсат болса. Жалпы жұмысыңыздың қарбалас екенін білеміз. Бос уақытыңызда немен айналысасыз, жұмыстан тыс уақытта, бос кезіңізде? Енді біз мынау мемлекеттік қызмет, оның ішінде мынау салық жүйесіне келгеннен кейін біз енді жұмысымыз таңнан кешке дейін біз осы бюджетімізді толтыру, аудандық бюджет болсын, облыстық бюджет болсын, республикалық бюджет болсын, және жергілікті бюджет болсын, біз соны толтыруға бар жұмысымыз жасап отырмыз. Енді жұмыстан тыс уақытта, енді мемлекеттік қызметте тыс уақыт деген тек қана кешкі 6-дан кейін уақыт, ол кезде жаңағы үйге, жанұямызға барып, солардың қасында жаңағы баламыздың сабағын, үлгерімін, басқа да өмірге деген көзқарасын бірге отырып, ақылдасып, сөйлесіп, демалыс күндері сол жанұяға көңіл бөлеміз, әке-шешемізге. Енді бар біздің мемлекеттік қызметтегі басты бағыт жұмыс, ол біз осы салық жүйесіне арнап, осы мемлекетіміздің көркеюіне, салықтың уақытылы түсіп, бюджеттің толық орындалуына бар күш-жігерімізді салып жүрміз. Осы салықпен есеп-қисаптан бөлек басқа не нәрсе сізге мотивация береді, не нәрсе шабыттандырады сізді? Енді біз салық жүйесінде бізді мысалы 90 сайын біз жаңағы бюджетті орындаған бойынша бізде қорытынды есеп болады. Сол кезде мынау мейрамдарда біздің қызметкерлер сол салық жүйесінің мысалы атқарған қызмет үшін марапаттарға ие болып жатады, құрмет грамоталарын алып жатады, алғыс хаттарды алып жатады. Одан бөлек бізде жаңағы жұмыс өтілі 10 жылдан асқан, осы салық жүйесіне еңбегі сіңген азаматтарға салық қызметкерлерінің үздігі деген марапат беріледі. Одан кейін бізде мысалы ауданға сіңірген еңбегі, облысқа сіңірген еңбегі деген марапаттар сол
бізді жаңағы шабыттандырады. Одан бөлек бізде мына бонустық системамен жылдың аяғында біз сол бонустық системамен қосымша айлықтан бөлек бонус есептеліп қызметкерлерге бонус төленеді. Ол арқылы біз енді жұмысымызды әр маман, әр қызметкер өзінің жұмысын жақсы жаңағы істейтін болса, жақсы көріп, онда нәтиже болады деп ойлаймын. Әрбір адамда өмірлік ұстаным болады. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз, қағидаңыз не? Енді өмірлік ұстаным, қағидам осы елімізге, облысымызға еңбегіңіз сіңсе, сол еңбегіміз бағаланса, соны кейін енді бәріміз де болашақта жаңа қартаямыз. Ол кезде балаларымызға, немерелерімізге біздің мынау 30 жыл, 40 жыл істеген осы мемлекеттік қызметте, салық жүйесінде істеген жұмысымыздың, еңбегіміз бағаланғаны, соны ертең жастарға айту, түсіндіру, одан кейін келер жасты үйрету, өзіңнің артыңнан жақсы шәкірт қалдыру, сол ұстаным бізде. Салық саласында істейтін адамдарды кейде қатаң деп халық айтып отырады. Мысалы, шын мәнінде Қуаныш Расылханұлы қандай адам? Енді қатаң деп айтуға болмайды. Ол енді жұмыс болғаннан кейін жұмыста біз қателеспеуіміз керек. Одан кейін заң бойынша жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан енді сол жағынан мүмкін қатаңдық болатын шығар, ал бұлай өмірде ондай қатаңдық ондай жоқ. Ашықпыз. Келген салық төлеушілерді қабылдауға дайынмын. Өзде сөйлесуге, жаңағы несін тыңдауға, мәселесін қолдан келген көмек заң жүзінде шешуге біз ол жағынан ашықпын деп айта аламын. Сіз басшысыз. Бір жағынан басшы болу жауапкершілік, бір жағынан үлкен сын деп айтады ғой. Басшы болу басты шарты қандай деп ойлайсыз енді? Ең басты шартын айтсаңыз. Енді басшы болу ол адам бірден басшы болмайды. Оған еңбек керек. Сол еңбектің арқасында жаңағы төккен тердің арқасында сол жағдайда ғана нәтижеге жетуге болады. Еріншектік болмау керек. Жұмысқа деген өзінің ынта жігерін салу керек. Өз жұмысын жақсы көрген адам ол нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Сондықтан енді басшы болып ешкім көшеден болмаса университеттен келе салып басшы болмайды. Бұл басшылық деңгейге жетудің өзі ол үлкен еңбектің, тердің арқасы деп ойлаймын. Сондықтан бізде жас болдық, бізде сол жаңадан кіріп салық жүйесінде жұмыс істеп жүрген кезде арманымыз енді барлығы жастар кірген кезде жұмысқа ол кейін басшы болсам, жаңа қызмет жасасам, абыройға ие болсам деген мақсат, арман болу керек. Сондықтан оған жету үшін адам енді ерінбей еңбек ету керек деп ойлаймын. Енді осы біздің Медиалайф подкастының көрермендеріне өзіңіздің жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Құрметті көрермендер, сіздерге айтарым, мынау салық пен халықтың арасында тығыз байланыс болатын болса, онда біздің елімізде де, біздің ауданымызда да, облысымызда бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені салық түсу арқылы бұл салықтан біз зейнеткерлердің зейнетақысы төленеді, бюджеттік мекемелердің айлықтары төленеді. Сондықтан бұл салық төлеу арқылы біз еліміздің бюджеттік жүйеде жұмыс істеп жүрген
дәрігерлер, мектептің мұғалімдері, басқа да бюджеттік мекемелерде жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің айлығы, одан кейін мынау зейнетке шыққан, пенеттің зейнетін көріп жатқан қарттарымыздың зейнетақысын қамтамасыз ету арқылы біз бірге жұмыс істесек, онда жаңағы салық қызметкерлері мен халықтың арасында бір-біріне деген түспеушілік болмау керек деп ойлаймын. Қуаныш Расылханұлы, бүгінгі сұхбат үшін көп рахмет айтамыз. Мазмұнды әрі ашық сұхбат болды деп ойлаймын. Мемлекеттік кірістер саласындағы ашықтық пен сенімділік халықтың экономикалық мәдениетін арттырары сөзсіз. Сізге сәттілік және жетістіктер тілейміз. Құрметті көрермен, келесі эпизодта жүздескенше сау болыңыздар.